Барлықтарыңызға сәлем. Біз бүгін үй жағдайында құймақ жасайтын боламыз. Видеоны ақырына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпағайсыздар. Осындай жұмсақ, үлпілдек құймақ жасайтын боламыз. Ішіне саламыз, ішіне 4 жұмыртқа салатын боламыз. Мен көп істегендіктен мен 4 жұмыртқа салдым. Егер аздау істейтін болсаңыздар, 2 жұмыртқа салып істесеңіздер болады. Мен 4 жұмыртқаны жарып алдым. Енді үстіне 1 пиала шекерді жақсылап ерітіп алатын боламыз. Шекеріміз бен жұмыртқамыз еріді. Енді біз ас содасына салатын боламыз. Шай қасықпен жарты қасық салатын боламыз. Оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір келкі масса қылып. Енді 700 грамм сүтімізді бөліп құятын боламыз. Құйып жақсылап араластырып, ұнды салып жақсылап араластырып аламыз. Жақсы сұйық масса қылып алатын боламыз. Біз 400 граммдай ұн салдық, 1 литрге. Жақсылап қосқап араластырып алатын боламыз. Және ұн салып араластырып аламыз бұны да. Жаңағы 700 грамм сүтіміздің қалған сүтін құятын боламыз. Барлығын құйып араластырып алатын боламыз. Қалған ұнымыздың бәрін салып, жақсылап тағы араластырып алатын боламыз.
Енді бізге қайнап тұрған 300 грамм су құятын боламыз. Бірақ сүтіміз жылы болу керек міндетті түрде, сонда блинчигіміз жақсы шығады. 300 грамм суды құйып жақсылап араластырып алатын боламыз. Енді 150 грамм сұйық май құятын боламыз. Ішіне жақсылап араластырып аламыз. Егер ылси қою болып кететін болса, ыстық су құйып алсаңыздар да болады, сұйықтау қылып. Менде өзі блинчиктің тапасы. Мен бірінші істеп жатқан кезде осындай астына май жағып аламын. Вообще кейін жақпайтын боламын. Кейінгіде жақсы болып шыға береді. Дәл осындай болып шығады. Менің тапа көлемім үлкен. Менде 22 штук, ары барса 23 штук шығады. 1 литр сүттен 1 литр болады да, вообще 300 грамм су, 700 грамм сүт болғандықтан менде 1 литр, вообще қосқанда 1 литр сүт болды, вообще осыдан 22 штук шығады. Дәл осындай болып шығады. Басында енді біреуі екеуі нашар шығуы мүмкін. Кейін жақсы шығады. Şu тапа үйренеді несіне. Содан жақсы шығады. Осындай тесік әдемі болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай ұшы табамыз үйренді, жақсы шығып жатыр. Менің ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Алдыда және де видеолар шығаратын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, ұнаса комментарий жазып кетсеңіздер болады. Алдын ала көргендеріңізге рахмет. Көп рахмет. Қош сау болыңыздар.